Сәлематсыңдар ма оқушылар? Қалдарың қалай? Сабаққа дайынбыз ба? Ендеше көркем еңбек сабағын бастаймыз. Бөлім сәулет өнері. Тақырыбы сәулет өнері дегеніміз не? Орталық Азияның және Қазақстанның сәулет өнері. Оқу мақсаты өз жұмысының эскиз, бұйым, негізгі идеясын және процесін арнайы терминологияларды пайдаланып таныстыру. Отандық және әлемдік өнердің әртүрлі шығармаларын білу және олардың ерекшеліктерін, жанры, орындау техникасы, көңіл күйін түсіндіру. Сәулет өнері деп ғимараттар тұрғызуды айтамыз. Түрлі ғимараттардың жобасын жасайтын адам сәулетші, ал олардың туындыларын архитектура немесе сәулет өнері деп айтамыз. Біз алдыңғы сабақта ежелгі баспаналар туралы айттық. Олар бір-бірінен онша көп ерекшеленген жоқ. Ал уақыт өте келе өмір сүру шарттары өзгергендігіне байланысты бай адамдар сарайларда тұрғысы келді. Содан үлкен мешіттер, ғибадатханалар, стадиондар, кітапханалар салына бастады. Біздің алдымыздағы көріп отырғанымыз Парфенон, ерте кездегі ең әйгілі құрылыстардың бірі. Ол біздің заманымызға дейінгі Афинада тұрғызылған грек храмы. Ал одан кейінгі мына суретте ақш-тың Даллас қаласындағы аспанмен таласқан үйі. Алғашқы көп қабатты үйлер Римде тұрғызылған. Олар 4-5 қабаттан аспаған. Ал биік үйлер 19 ғасырдың аяғында ақш-та салынды. Қазіргі кезде биіктігі 100 метрден асатын ғимараттар өте көп. Алайда ең биік ғимарат алдарымызда көріп отырған Дубайда орналасқан. Ол биіктігі 828 метр болатын Бурж Халифа мұнарасы. Орта Азияда Мир Араб медресесі бар. Шахи Зинда кесенесі бұл Самарқандта орналасқан. Ал Қожа Ахмет Яссауи кесенесі біздің өзіміздің Түркістан қаласында орналасқан. Кесене 10 жыл уақыттың ішінде тұрғызылған. Ертедегі шеберлер қолданған бояулардың түсі көп уақыт өткенмен өңін бермеген. Бұл құпияның сыры әлі кезеңге дейін жұмбақ болып келе жатыр. Ендеше сендер де қарапайым үйді өнер туындысына айналдырып көріңдер. Үйге мұқият қарап шығып, оны өзгертуге кірісіңдер. Одан соң өз үйіңді әшекелеуге кірісесің. Немесе суреттегіні салсаңдар болады, әлде өздеріңнің ойларыңдағы қабілеттеріңе қарай өздеріңе ұнайтын үйлерді салыңдар. Үйге тапсырма осы оқушылар. Сабақ ұнады деген ойдамын. Сау болыңдар оқушылар. Келесі кездескенше.